Ya. Опана. Жандос, қалайсың? Сәлем. Оқысам, құлайсыңдар. Онда сен тұрайық. Тез айтшы. Я, сомен. Мынау, күлтегін жазулар емес пе? Өте дұрыс. Көне түркі жазулары. Мына жетігендегі белгілеуге ұқсап жазылған екен. Түнімен бірнеше сөздерді оқып таныстым. Досым, көңіліңе келмесін. Бірақ бұл үшін сүйінші бермейміз саған. Қандай сөздер екен білуге бола ма? Әрине болады. Міне, қазақшаға аударып жаздым. Жусан иісі аңқыған сайын дала, ұлылардың мекені ғажап қала. Түбі терең құдықтан су алатын, болашақта ұстаз болған қара бала. Құпияны жасырған асықтарға. Осындай әлі жетігенде 6 шумақ бар екен. Ой, дым түсінбедім. Жусан, құдық, қара бала. Бұл не деген? Иә, түсініксіздеу екен. Бәрі абстрактілі ұғымдар. Меніңше бір жіптің ұшын ұстаған сияқтымын. Маған десең неғып арқанның ұшын ұстамайсың? Жұмбақтай берме, айтшы. Айтайын. Айтшы. Тыңдаңдар. Жетіген жетшектен тұрған екен. Оның жет асығы қайда? Олар неге жоқ? Ал жетігеннің шанағындағы жет шумақ өлең неге жазылған? Меніңше жет шумақ өлең жет асықтың қайда екенін білдіріп тұр. Еш қисынсыз. Жет асық жоғалып та кету мүмкін. Оны қайдан білеміз? Ал құпияны жасырған асықтарға деген сөз ше? Міне, бар түйін осында болып тұр емес пе? Жет асықтардың қайда екенін айтып тұр. Қайдам. Тағы бір дәлел. Ұлылардың мекені ғажап қала деп тұр. Ертеде қазақ даласында ғалымдар қай қаладан шыққанын білесің бе? Шымкент. Отырар қаласы? Өте дұрыс. Әрі қарай. Болашақта ұстаз болған қара бала деген сөз. Сол қалада Аристотельден кейін екінші ұстаз атанған кім? Кім деп ойлайсыңдар? Ой, ол белгілі ғой. Әл-Фараби. Демек, бұл жазудың авторы Әл-Фараби деген сөз. Біз Әл-Фарабидің жазуын оқып тұрмыз. Я, бұл расында ғажап екен. Енді, ол бекерден бекер мұндай жазу жазбайды. Сонда, ол кісі не айтқысы келді? Сол енді. Сендер түбі терең құдықтан су алатын деген сөзге назар аударыңдар. Меніңше ол асықты қайда жасырғанын астарлап айтып тұр. Ал қара бала деген Әл-Фараби өзін айтып тұр. Білесіңдер ме? Тарихтың басында тұрмыз. Жандос, Умаш, жақсы айтып шықтың, бірақ бұның бәрі кездейсоқ нәрсе, түсінесің ба? Кездейсоқ. Жоқ, кездейсоқ нәрсенің кездейсоғы болмайды. Сен не дейсің, Самал? Мүмкін солай шығар. Бірақ күдігім де бар. Жарайды. Мен таңертең отырарға жолға шығам. Асықты іздеуге. Асықты. Сәлем, профессор. Сәлем. Сәлем. Қайдан жүрсіңдер? Біз Самал екеуміз ойландық. Егер сен асықтарды табатын болсаң, бүкіл атақ абырой сенде қалады екен. Міне, сонымен бөлісуге келдік. Бұл сөз емес. Бұл барлық нәрсе ортақ бәрімізге. Олай болса неге тұрсың? Жүр кеттік. Сал заттарды арқаға. Жүр. Кеттік. Қарсы болмасыңдар, Қымыранши. Бұл жер Қымыранның бастауы ғой, білесіңдер ме? Жарайды. Қымыранши онда. Қымыранда көп ауруға ем болатын дәрумендері бар. Сәлеметсіздер ме, балалар? Салқын қымыраныздан болса бізге. Жарайды. Төрлетіңдер.
дұрыс болды. Мен осы шұбат ішпегелі қай заман? О, менде бір сұрақ. Жаңа ғана Самал шұбат деді. Ал мен қымыран дедім. Сонда кімдікі дұрыс? Профессор, өзің айтшы. Бұл қазақтың диалект сөздері. Оңтүстікте қымыран десе, батыс пен арқада шұбат деп те атайды. Бірақ екеуі де бір ұғым. Самал, сен Астанада оқимын деп, арқалықтағылар сияқты сөйлеп кеттісің ғой. Әрине, өмір сүруге ортаң әсер етеді. Онда тұрған не бар? Оңтүстіктің қыздарына тән биязылығыңда азайғандай. Сендерге сол керек. Әйтпесе тым еркінсіп кетесіңдер. Ой, сенімен сөз таластырып та болмайды. Қымыраны керемет екен. Ішіп болсақ тұрайық. Аха. Жол жүру керек тағы. Иә. Жүріңдер. Сау болыңыз. Жақсы, рахмет апай. Келіп тұрыңдар. Жолдарың болсын. Шөлімізде қалып қалды. Айдыладым, олар қайдан жүр? Не болып қалды екен? Отыра беріңдер. Келем мен қазір. Ассалаумағалейкум аға. Аға лейтенант Байтанаев, құжаттарыңыз. Аға, біз бір нәрсе бүлдірдік па? Багажды ашыңыз. Жарайды. Мінекей. Кеше түрмеден 5 кісі қашып шықты. Облыс көлемінде іздестіру шаралары жүріп жатыр. Сіздерде бәрі жақсы. Айттым ғой. Жолдарыңыз болсын. Жарайды. Аға, мен оларды көрсем сізден арнайы сәлем айтам. Жақсы. Жүре беріңдер. Сымың тілімен жылағанда жүрегім күнті толы қуағанда күлкімнен түм түрілген. Не болды? Неге тоқтадық? Бұл жолмен жүрмегелі біраз болды. Қайсы екенін ұмытып тұрмын. Мен басқа жолмен барушы едім. Бұл жолды білмейді екем. Мынау дұрыс ау. Мына кісіден сұрақ көрейік. Мүмкін айтар. Аға, ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Отырар қаласына осылай жүреміз ба? Бұлай жүру керек. Әйтпесе, андағы жол жаман. Осылай тура жүре берем ғой, а? Мен жолшыбай ала кетсеңдер, мен сендерге тура жолды көрсетем. О не дегеніңіз аға? Отырыңыз кеттік. Кеттік. Бұлай еді, мен сендерге төте жол көрсетем. Жақсы болатын еді. Қане, мен айтқанша қайтаңдар. Аға, бұл не езіңіз, аға? Аға, сабыр. Жарайды. Аға, қызға түспеңіз. Жіберіңіз аға. Түсе машинадан, түсте. Жарайды, түсеміз аға. Түс аға. Түспеңіз аға. Түсе. Қарсылық көрсетпе, жолама. Жақынама, жақынама. Жақынама. Болды аға, жібер бұл қызды. Әжімді қой аға. Өлтірем қызды. Артур. Жіберіңіз. Артур. Мә, бәрін ал. Мә. Аға, бұл қызға бір нәрсе болды. Артур, өлтірем. Нақтылап қара. Самал, қорқып бір мәнісі болады, Самал. Мұндағы, а? Сен қайдан шықтың? Ей, кімсің сен? Аспаннан. Салбарып түстің бе не? Тиме Самалға, тиме!
Әлі кездесеміз. Барлығын да бөлімшеге апарыңдар. Ал сен мына жер күзет. Жарайсыңдар. 4 адамды екеуін ғана өте қауіпті қылмыскерлерді өздерің жайратып салдыңдар, жігіттер. Нағыз ерлік. Аға лейтенант, тағы да айтам, біз емес. Иә. Бейтаныс біреу келді да, сол бұның бәрі. Аспаннан салбырап түсті дейсің ғой. Білмеймін қайдан келгенін, бірақ сол. Жарайды. Өзің бір әзіл қой жігіт екенсің. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Жарайды, сау болыңыз. Жиналыңдар, кеттік. Бір өлімнен аман қалдық қой. Иә, Құдай сақтады. Жүреміз ба? Жүрейік. Тұр Самал, абайла, ақырында қолыңға байла. Жап. Ай. Жүріңдер. Самал! Мен келдім. Шатырдың есігін ағыпшы. Жандос ұйықтап қалды.